Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге балаларға арналған сабынды көпіршік жасаймыз. Ол үшін бізге 3 зат керек: қант, су және ферри. Егер қантты көптеу салсаңыз, ұзаққа шыдайды көпіршіктер және жарылмайды. Суды онша көп қоспаймыз. Су қосқаннан кейін жақсылап сумен қантты араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне ферриден саламыз. Тағы да араластырамыз жақсылап. Міне біздің көпіршіктеріміз дайын болды. Видео пайдалы болса, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып кетіңіздер.